Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырдан Жай базары жоқ каналы. Бүгін 18 сентябрь 2023 жыл. Мен сіздерге Шекшардың батыш тарабы Антоновка Вост қонышынан бір сатылушы үй көргізмекшімін. Бірінші болып бару жолын түсіндірейін. Азыр мен тұрған жер туғандар Фрунзе көшесі жана Комсомолцы көшесінің кесілішінде тұрамыз. Бұл жерден біраз түштікті қарай жүресіздер. Мектепті көресіздер. Мектептен кейін келе көше Насыр Байтұрсынов көшесі 66-шы дәректе сатылушы үй жайғашқан. Жана бұл жерден шарды қарай 258, 138 жана 340 жұмаштықалар менен бара аласыздар туғандар. Бәрі мен алматы. Еме қалған Алматы үйге жетіп сіздерге бір чекеден берейін. Сіздер лайктан басып, өз ойыңыздар комментарийға жазып, жана күн сайын Бишкек шары Чүй обласынан сатылушы үйлер, квартиралар көріңіздер келсе, подписаться басқычын басып кетіңіздер. Макей туғандар, келу жолын түсіндіргенше, бүгінгі Чуқаштағы сатылушы үйге де жетіп келіп қалдым. Бұл үйізін көче тараптан көрініші дәрек Насыр Байтұрсынов 66-шы дәректе жайғашқан туғандар. Так, жалпысан жерін аянты 5 соток. Так, еңілі шығыш шеғарасын өке бұл жерден башталады. Батыш шеғарасын өке бұл қошынаның үйіне чейін бұл қат туғандар. Так, дағы не болмады. Көче тараптан көтіңіздай забор, бұл жақтан дарбаза, поликрат болған нафес туғандар, и бұл жақта 120 квадрат метр болған чоң үйіз. Мына мектеп бойынша айтсақ, Антоновканы мектеп бар туғандар. Бұл көшенің кіре берісінде оң тарапта жаңа салынатқан больница, садиктер бар екен. И электр энергиясы бар, су бар туғандар. Анан Антоновка, Новополовка азыр құшырда газ тартылатқан үшірі, жақын қалға бұл жаққа газ дәлі келеді. Так, анан жолда мінекей орта кеңдікте район қошыналардың көрініші. Еме кіріп қалған Алматы сіздерге бір чекеден берейін. Так. Мінекей бұл қоролсы. Жана айтқандай, жерін аянты 5 соток. Документтері бойынша қызыл кітеп, техпаспорт, бардық документтері бар екен туғандар. Қорғасына тілі үйесі жақшы қарап тұр. Гүлдер, зеленый зона, бұл жақта туялар туғандар төрінде да мінекей гүлдер, туялар. Так, анан бұл жерде бір генен 2 машина, 3 машина батқандай жері өйді тарауы. Навес ұлды тарауы ұрыс жатқа болған, жана бұл тараптан 120 квадрат метр болған 2 этаж үй, стенасы кирпич, и бірінші этаж менен екінші этаждың ортасына монолит қойылған туғандар. Мында бір айта кетчү нерсе, сыртқы тарағына краска алып қойғанбыз дейді. Аны көйгеншеңіздер краскалап қояды, жол болса красканы өзіңіздерге тыштап кетеді, қалағандай қылып өзіңіздер краскаласаңыздар деле болады. Жана бұл үйіздің түштік тарабы, бұл жағына деле мінекей гүлдер, зеленый зона и қошыналармен болған шегалар бары пескоблок менен забор қылынған. Бұл үйіздің түштік тарабынан көрініші. Бағы емне малынаты. Бұл жаққа чейін тротуар. Еме қалған малынаты үйдің ішке тарабына кіріп бір чекеден береді. Негізінен құрылысы жақшы қаралып, жақшы жасалып тұрады. Ондарына кепір тұрасыздар. Бұл жақта ошақана, летний кухня, дағы складтар бар. Аларда азыр видеоның жүршінде бір чекеден көргөсім. Анан отопление, паровой отопление, көмірмен жылытқан котел үйді жылытады. Так, мінекей бұл негізге кіруші үйіздің ішіге. Так, мінекей бұл үйіздің кіре беріші туғандар прихожкасы. И бұл жерден сол тарап қарай жүрсінік қалған бөлмелерге өтіп кете аламыз. Мінекей туғандар кіргенде бір бөлме. Көрсеткен ремонт, түндік тараптан терезе, отопление батареялары, полдоры, ламинат екен. И бұл жерден сол тарапқа кірсек кухня жайғашқан. Кухонный мебелдер, шығыш тараптан терезе, раковина орнатылып су шығарылған. Бардық мебелдер қалат туғандар. Бардық мебелдер қалат. Так, андан ары бұл жақта ванна, душ, ажатхана, түштік тарағынан форточкасы туғандар, сосы мұндай аристон менен жиылайды. И бұл жақтан екінші этажға кете аласыз. Түз жүрсек, зал жайғашқан. Бұл залдың көрініші. Батыш тараптан жана түндік тараптан терезе орнатылған туғандар. Көріп тұрсыздар мебелдер. Бұл жақтан кондиционер.
эскерте кетейин, мебелдин баары кат экен. Так, андан ары эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна туугандар монолит куюлган. Так, мынакей бул тепкичтер, бул жагында гардероб. Түз чыксак, мынакей бул үйдүн экинчи этажы. Түз кирсек, бул жерде мындай жери төшөк жыйнаган, же болбосо гардероб кылып алсаңыздар деле болот. И бул жерде атын делер уктоочу бөлмө, родительский спальня. Түндүк тарабынан терезе, чыгыш тарабынан терезе. Туугандар көрүп тургансыздар, ремонт, полдор ламинат. Окей, и андан ары бул жакта дагы эки бөлмө. Экөөсү тең детский бөлмө экен. Окей. Батыш тараптан терезе орнотулган. Окей, көрүп тургансыздар, ремонт. И бул жакта экинчи спальня бөлмө. Түндүк тарабынан терезе орнотулган, отопление материалдары, интернет, бар туугандар. Эми короосун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мен кара сатылуучу үйдүн короосунда туугандар, эми сиздерге андан ары калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Бул жакта мынакей үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, үйдүн ички тарабында ажаткана бар болчу, тышкы тарабындагы мынакей ажаткана. Ички тараптан ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Бул деле септикке уланган суусу алып кетет, септикке карай. Так, андан ары бул жакта отопление котелу жайгашкан бөлмө. Көрүп тургансыздар, котел менен үй жылыйт туугандар. Так, андан ары мондай тротуар, жерге карай үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. И бул жакта очоккана, сырткы тарабы мындай керамогранит или ушундай таштар менен жасалган. Кафель десем, кафелден бир аз башкачараак экен. Билгендер комментарийга аталышын жазып койсоңуздар болот. Жана бул жагында летний кухня, кухонный мебель, ракайын орнотулуп суу чыгарылган туугандар, полдор ламинат жана ушундай жандагы бул тротуар менен бери карай жүрсөк, бир склад жайгашыптыр, мынакей инструмент сактаган склады, полкалары менен. И үйүбүздүн батыш тараптагы кошуна менен болгон чек-арада мынакей туугандар бир 2 метрдей аралык бар экен. Так, бул үйүбүздүн баасы $110,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.